Қуаныш және мистер Драйвин каналы. Біз бүгін лайфхактар түсіретін боламыз. Ендеше лайфхактарға кеттік. Мінекей бізде бірінші шырпыға байланысты. Ол шырпылар кейбір кезде походқа шыққан кезінде, нелерге шыққан кезінде жанбай жатады, жел кезінде жанбай жатады. Ондай кезде жану үшін шырша сияқтыға не істеуіміз керек? Шырша сияқтыға істеуіміз керек. Сөзінде ол жақсы жанады және желдерге біраз секундтарға, 10 секунд, 5 секундтарға жанып тұрады. Мінекей тұтатқан кезінде мыналар шырша сияқтылар көп жандырып тұрады. Сондықтан да осы лайфхакты походқа шыққанда қолдануға болады. Ендеше келесі лайфхакқа кеттік. Келесі лайфхак бізде мындай. Осындай коробкалардан, осындай коробкалардан әртүрлі заттар істеуге болады. Мысалы, қанша салатын нелер істеуге болады. Және үшінші лайфхак, одан және ақша жинайтын зат істеуге болады. Мінекей өйстіп нелерін тесесті, бірыңғай 100 теңгелерді жинауға болады. Және бұны кім ашқанын, ашпағанын білу үшін скотчты былай жабыстырып қойыңыздар. Сөзінде ол скотч алынған кезінде білініп, көрініп тұрады. Ол скотч көрініп тұрады екен. Сосын бізде последний лайфхак, ол мысалы кейбір адамдар оны мысалы күртені не істеген кезінде паромға қойып жылытқан кезінде ол жаңағы далада жылынып тұрады деп, далада бізді жылытып тұрады деп ойлайды. Бірақ ол физикаға қараған кезінде оны алып тастауға керек. Өйткені ол жаңағы мысалы мұзды салсақ, жылы суды холодильникке салсақ, ол бірінші қатады салқын суға қарағанда. Сондықтан да киімді паромға жылытып қоймаңыздар. Оны өзіңіз жылытпай-ақ кие беріңіздер. Су кезінде тез жылжиды. Болады. Мінекей осы лайфхактарды, мен айтқан лайфхактарды қолданыңыздар. Су кезінде сіздерге жақсы болады. Мен каналыма лайк басып және жазылуды ұмытпаңыздар. Бәріне сау болыңыздар.